ВВ Головановтың бокс үйірмесіне қатысам, республиканский чемпион болғанмын, 30-28 салмақтағы чемпион болғанмын. Осы NCOC компаниясына алғыс айтамын. Біздің бокс залына көп деген экипировкалар беріп, ұнады бәрі, мықты. Көп-көп рахмет. Большая благодарность компании NCOC за предоставленную нам спонсорскую помощь для нашего клуба, для нашего зала. Ребятам подарили форму, боксерские перчатки, экипировку, бандажи, шлема. Хочу вам пожелать большое-большое продвижение в вашей фирме и большой-большой рахмет. Рахмет! NCOC-ге үлкен рахмет айтамыз. Осындай грушаларда перчатки, балдарға экипировка берілді. Үлкен рахмет білдіреміз. Бүкіл бізде жүрген спортшылардың атынан NCOC компаниясы алғысымды білдіргім келеді. Осындай спорт жабдықтарын алып беріп жатқан үшін үлкен рахмет. Осындай немен көмекпен біздер үлкен жеңістерге жете береміз. Маңғыстау облысының дзюдо федерациясы, ол федерациямыздың негізгі бағыттары осы олимпиадалық спорт түрі, дзюдо түрін біздің Маңғыстау облысында кеңінен тарату, осы спортпен айналысатын спортшыларымызды мейлінше көмек көрсетіп, жоғары додаларда жақсы нәтижелер көрсетуге қолдау болып табылады. Біздің спортшыларымыз Азия, әлем чемпионатының жүлдегерлері болып табылады. Еуропа кубогының гран-слам, гран-при дүниежүзілік додалардың жүлдегерлері болып табылады. Ағымдағы жылда NCOC компаниясы бізге демеушілік жасап, 2 жүгіру тренажерін және 1 дзюдо татами жиынтығын алып берді. NCOC компаниясына үлкен алғысымызды айтамыз, себебі бұл компания біздің осы облысымыздағы мықты спортшыларды шығуына атсалысып жүрген бірден-бір ірі демеушілердің бірі деп айта аламыз өзіміз. Рахмет сіздерге. NCOC компаниясының қолдауымен бір емес, бірнеше спортқа қатысты проектілер қазіргі таңда жүзеге асып жатыр. Осыған дейін де асты. Оның бір ғана мысалы 2022 жылы қолданысқа берген 45 000 шаршы метрді құрайтын халық арена спорт кешені қазіргі таңда өңірдің жоғарғы спорт шеберлігі мектебінің дамуына және өңірдің жастар мен ересектер құрама командасының жаңа бір үлкен белестерді бағындыруға серпін беріп тұрған спорт кешені екені анық. Міне бүгінгі күні бір емес дене шынықтыру және спорт басқармасынан аккредитация алған бірнеше спорт федерацияларын спорттық құрал жабдықтармен жабдықтап жатыр. Ол мәселеге қатысты спорт басқармасының басшысы ретінде алғысым шексіз. Міне өз кезегімізде осы NCOC компаниясының қолдауы өңірдің спортының дамуына осы көмектер жаңа бір серпін береді деген ойдамын. Рахмет. Мен БГТВ-де тұрған боксыға қатысып атқанға 3 жыл болды. Мен NCOC компаниясына алғысым шексіз. Шлем беріп атқанына, перчатка беріп атқанына, груша, ринг беріп атқанына алғысым шексіз. Осы Мақат ауданының тұрғынымын. NCOC компаниясы біздің жалпы бокс секцияға қатысуға үлкен мүмкіншілік жасап берді. Осылай манекен, груша, перчатки және де түрлі боксқа керекті оборудованияларды берді. NCOC компаниясы үлкен рахмет. Еркін күреске қатысамын. Өскен соң әлем чемпионаты болғым келеді. NCOC компаниясына көп рахмет. Біздің Мақат ауданы еркін күрес үйірмесіне Мақатта 150-ге жуық бала жаттығады. Солардың арасында республика, облыс, халықаралық дәрежеде орын алып жүріп, жүлдеге ілініп жүрген балалар өте көп. Жылдан жылға бізге демеуші болып келеді. NCOC компаниясына алғысымыз шексіз. Көп рахмет. Қазіргі уақытта біздің спорт мектебімізде бокс секциясына 150-200 бала дайындалады. Осы NCOC компаниясына алғысымыз шексіз. Қазіргі уақытта бізді барлық бокс спорт түріне
керекті құрал жабдықтармен жабдықтап, ринг, барлық инвентарлар, форма, перчатка, шлем. Балдарымыздың боксқа ынтасы зор. Біз осы Мақат ауданынан бірнеше Қазақстан жеңімпаздары, Азия ойындарының жеңімпаздары шығып жатыр. Спорттың 8 түрінен оқушыларымызға NCUC компаниясынан берілген құрал жабдықтар, спорттық формалар оқушылардың пайдаланып жатыр. Қазіргі уақытта балдарымыз жарысқа шығуға, аудандық жарыстарда қатысқанда үстіндегі киіп формалармен күресіп жатыр. Соңғы кезде NCUC компаниясы мен спорт мектебінің қарым-қатынастары жақсы. Сұраған заттарымызды беріп жатыр. Құрал жабдықтар, киімдер. Алдағы уақытта да бірге жұмыс жасаймыз деп өткен NCUC компаниясына алғысымызды білдіреміз. Ұлттық спортымыз қазақ күресіне қолдау білдірген NCUC компаниясына көп рахметімізді айтамыз. Толағай табыстар тілейміз. Жұмыстарына береке тілейміз. Көп рахмет.